Ал бүгін Әділет демократиялық партиясы Сенатпен мақұлданып, президентке жолданған ұлттық әл-ауқат қоры туралы жаңа заң жобасына қатысты қарсылықтарын білдіріп, баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Олар президентке аталған заң жобаға вето салу туралы үндеу жасады. Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының жыл сайынғы кірісі елдің ішкі жалпы өнімінің 25%-нан асып түсетіндігінің, оның үстіне қорға жыл сайын республикалық бюджеттен қыруар қаржы бөлініп тұратынын ескере кеткен әділеттіктер Самұрық-қазына не үкіметке, не парламентке есеп бермейтінін айта кетті. Олар президенттен қордың активтерін салалық министрліктерге тарату мәселесін қарауды, мемлекеттік меншікті басқару тұжырымдамасымен тез арада өңдеу мен қабылдауды, директорлар кеңесінің мүшесі құрамына шетел азаматтарының кіруіне заңды түрде тыйым салуды сұрап отыр. Қазақстан Республикасының көптеген кәсіпорындары, фирмалары Самұрық-қазына қабылдаған ережелерге сәйкес өзінің сатып алу сату шарттарын, басқа да шарттар жасап жатыр. Егер болашақта жаңағы істер сотқа баратын болса, басқа дау пайда болатын болса, бұл бар құқықтық жүйеге сыйыспайды. Себебі нормативтік құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасының заңы ондай нормативтік актілер түрін қарастырмаған акционерлік қоғам қабылдайды.